Саламатсыздар ме студенттер? Мен Семей қаласының көлік колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Дүйсенбаев Жәнібек Бердібекұлы. Бүгінгі біздің сабағымыз номер 66 сабақ. Тақырыбы орта қашықтыққа жүгіру техникасын жетілдіру. Сабақтың мақсаты жеңіл атлетика туралы білімдерін кеңейтіп, орта қашықтыққа жүгіру техникасына арналған жаттығулармен таныстыру. Жеңіл атлетика спортының пайда болу тарихына тоқталатын болсақ, жеңіл атлетиканың тарихы ежелгі дүние дәуіріндегі халықтарының іс-әрекетінен басталады. Табиғи қозғалыстар, яғни жүру, жүгіру, секіру, адам бұлшықеттерінің қозғалысы адамзат пайда болған дәуірден бастау алады. Атлетика деп грек тілінен аударғанда күресу, жаттығу деген мағынаны білдіреді. Негізінде атлет деп физикалық жағынан дамыған күшті адамдарды айтамыз. Мәліметтерге сүйенсек, жеңіл атлетика жарыстары біздің эрамызға дейінгі 776 жылдары өткізілген. Қазақстан Республикасындағы жеңіл атлетиканың шығу тарихы Қазақстанның ауыр жағдайын басынан өткергеніне қарамастан, ең алғашқы жеңіл атлетика үйірмесі 1918 жылы Семей қаласында құрылған. Үйірменің жетекшісі Александр Огородников болды. Қазақстанда ең алғашқы спорттық құрылым 1925 жылы Семей қаласында Киров стадионы салынды. Қазақстанда ең алғашқы спорттық құрылым 1925 жылы Семей қаласында Киров стадионы салынды. Орта қашықтыққа жүгіру көп жағдайларда 600 метр, 800, 1000 метр, 1500, 1 миль, 2000, 3000 және де 3000 кедергілерден жүгіру. Ең беделді олимпиадалық қашықтық 800 метр, 1500 метр және де 3000 метр кедергілерден жүгіру болып табылады. Жүгіру барысындағы сақталатын қауіпсіздік ережелеріне тоқталатын болсақ, дене шынықтыру сабағында және спортпен шұғылданған кезде табаны ақ және резеңке аяқ киім киюі керек. Ұзақ қашықтыққа жүгірудің оң жағынан бастап озуға болады. Жүгіріп келе жатқан кезде кілт тоқтауға болмайды. Жүгіру алаңының көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді. Оқытушының рұқсаттамасымен ғана жүгіруге болады. Орта қашықтыққа жүгіру мынадай сатылардан тұрады. Сөреден шығу, мәреден өту, бұрылыстан жүгіру. Сөрелік екпіннің мақсаты аз уақыт ішінде үлкен жылдамдықты алу. Орта қашықтыққа жүгіргенде жылдамдықты туғызу үшін 30-40 метр қашықтық керек. Орта қашықтыққа жүгіргенде сөреден шығудың маңызы зор. Студенттер әдетте жоғарғы сөрені пайдаланады. Жүгіру техникасын жетілдіремін деп бір қалыпты шапшаңдықты ұстап жүгіруменен ғана шектеліп қалмау керек. Бір қалыпты шапшаңдықпенен жүгіріп өтуде ең бастысы тыныс алуды назарға алған дұрыс. Жүгіруге арналған арнайы жаттығулар: желіп жүгіру, тізені кезек көтеріп жүгіру, екі аяқты артқа сермеп жүгіру, оң жақ қырменен жүгіру, сол жақ қырменен жүгіру, артпен жүгіру, жылдамдықты жүгіру. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жеңіл атлетика адамдардың жаппай айналысатын көпшілік танымал спорт түрінің бірі болып табылады. Студенттердің жеңіл атлетикамен айналысуы салауатты өмір салтын қалыптастырады, бос уақыттарын белсенді өткізуге, адамның жалпы дене мәдениетін дамытып, қоршаған ортаны және табиғатпен байланысына әрекет ететінін білдіңіздер. Бүгінгі өткен тақырыбымызды дәптерлеріңізге жазып, дене тәрбиесі пәні бойынша үй тапсырмасын Canvas бағдарламасы арқылы кері байланыста жауап жазамыз.